Kızlar, sabahqa dayınmız ba? Dayınmız. Şamал қалаш? Өте тамаша. Бүгін біздің аш сабағымыз сценарий дайындау, кейіпкерінің декорацияларын жасау. Ал сабақтың мақсаты қуыршақ театр өнерімен танысу, көлеңкелі және қуыршақ театрға арналған кейіпкерлердің көлемді бейнесін жасау, және сюжетке байланысты декорация дайындау. Солай ма қыздар? Ал енді бізде сыныптан толық отырмыз ба қыздар? Бәріміз түгелміз ба? Түгел болсақ, онда сабақты бастап берейік, иә? Бастаймыз ба? Ал ең алдымен жаңа сабақты бастамастан бұрын біз не істейміз? Бағалау критерий кейіпкерлер жасалып кезеңдерін қарастырамыз. Оның кейін сценарийге сәйкес кейіпкерлер дайындауды аяқтаймыз. Және сценарийге сәйкес декорация жасаймыз. Бүгінгі сабағымызда біз осылардың бәрін жасап үлгереміз. Ал енді ең алдыменен үй тапсырмасын еске түсіріп алайық, иә? Ал сұрақтарға қараймыз. Анимациясыз қандай мағынаны білдіреді? Қана екен айта қойшы. Анимация сөзі ол латын тілінде анима деген сөз білдіреді. Ол жан беру және жансыз заттарды қойылмалы көрсетуді айтамыз. Өте жақсы. Ал дұрыс айтты ма көрейікші? Анимация сөзі жан беру, не тірілту деген мағынаны білдіреді екен, иә? Дұрыс па екен? Келесі сұрақты қарайық. Анимация сөзі қай тілден шыққан? Қаны Риза айта ғой. Анимация деген сөз латын тілінен шыққан. Өте жақсы, қаны көріп жүрейікші? Дұрыс па екен? Дұрыс екен, иә? Келесі сұрақты қарайық. Қарлығашты құйрығы неге айыратты? Қазақтың алғашқы мультфильм қай жылы кім түсірді дейді? Келе қойды ғой. 1967 жылы Хайдаров Шәкен Айманов атындағы киностудияда түсірді. Тамаша. Кәрім, дұрыс несін көрейікші? Дұрыс айтты ма? Тамаша. Ал келесі сұрағымыз. Анимация қандай түрлерін білесіздер дейді, Кәмәшін? Анимация сұлба ермексаз. Кәдікей? Ермексаз анимациясы, сұлба анимациясы және қуыршақ анимациясы бар екен. Денемен және желімен жұмыс істейді. Қауіпсіздік ережесін білеміз ба? Кәм маған қатысып қалғаш. Не қатысып отырмыз Кәні? Денемен қауіпсіздік ережесі айтып бер маған? Денемен қауіпсіздік ережесі инені жерге тастауға болмайды. Тот басып кеткен жұмыс істеуге болмайды. Және сынған инені адам баспайтын жерге тастауға болмайды. Толтырып жіберейікші? Әйкен. Инені жоғары жерге қойып, оны ешкім алмау үшін бөлменің сөресіне қойып болады. Жұмыс барысында ине саны қанша екенін біліп алу керек, және де жұмыс біткеннен соң иненің санын білу қажет. Және ауызға салуға болмайды. Өте жақсы. Ауызға және кейде апаларымыз алады ғой киімге. Және киімге сүйреп қоя салады, сүйреуге болмайды. Ал енді қайшымен қауысуға жүрген кім айтады маған? Айта ғой. Қайшыны бір адамға бергенде сабымен беру керек. Дұрыс. Қайшыны лақтырып беруге болмайды. Болмайды. Қайшымен абайлап жұмыс істеу керек. Дұрыс айтады. Тақылдамыздар ма? Қайшыны төбеге көтеріп. Дұрыс, көтеруге болмайды. Егер мысалы сен досың сұрайтын болса, қай жағымен бересің қайшыны? Сабымен бересің. Отыра ғой. Ал енді желімен қауіпсіздік ережесін кім айтады? Қандай айтады? Желімнің қақпағын ашып кетуге болмайды. Оны кішкентай балаларға беруге болмайды. Желімді ауызға салуға болмайды. Және керек емес затқа пайдалануға болады. Иә, дұрыс айтады. Ал енді осының ішінде бізде ыстық клеймен жұмыс істеп жатырмыз. Ыстық клеймен кім айтып береді? Ыстық клейді өзінің орнымен қою керек. Оны қолданған соң оны біраз мұздайырақ жерге қойып, одан кейін оның орнына қою керек. Ыстық клейді қолға ағызуға болмайды. Ыстық клеймен абайлап жұмыс істеу керек. Жарайды. Тақ толықтыратындар бар ма? Айкен? Ыстық клейді өз орнына сап қою керек. Және де ыстық клеймен жұмыс істегенде абайлап жұмыс істеу керек. Өте жақсы. Тағы қосады? Ыстық клейді бірінші тоққа сұнған кезде оны қызығанын біліп алу керек. Иә. Ал? Және де ыстық клеймен жұмыс істеп болған соң оны тоқты суырдық па, суырмадық па, содан қарап мұқият болу керек. Дұрыс.
Иә, рұқсатымен. Тағы бір жетпеді, қайда? Ыстық келеді, балалардың қолы жетпейтін жерге қою. Өте дұрыс, тағы да айтқан. Және онда суғаннан кейін барып орау керек. Көрдіңдер ма, осыған жетімай айтамыз. Ол міндетті түрде ол су керек, суғаннан кейін бар орау керек. Оны бөлек, балалар қол жетпейтін жерге қоюымыз керек. Себебі біз сондай. Ал енді қуыршақ театры деп жатырмыз. Қолғаптық қуыршақ деп жатырмыз. Біз оған сценарий жаздық па? Жазылды, иә? Авторымыз бар ма? Бар. Ал енді сол кейіпкерлерге байланысты біз дыбыстап көрдік па үйде? Иә. Дыбыстап көрдіңдер, иә? Өйткені әрқайсысын бөлек-бөлек тіктіңдер. Мысалы, сен қандай қуыршақты тіктің? Мен тышқанды. Иә, тышқанды. Сен? Апаны. Мен күшік. Күшік, қыз, мысық. Ал енді ертегілердің аты қандай? Біздің қуыршақ театрымыздың аты Шалқан. Шалқан, өте жақсы. Ал Көлекей театрында ше. Сендер де қуыршақтарын көрдіңдер қазір маған? Ал сендер түлкі көріп тұрмын, бауырсақ көріп тұрмын, қоян көріп тұрмыз. Ал енді сендердің ертегілердің аты қандай? Бауырсақ екен, өте жақсы. Дұрыс, бауырсақ болатын болса, сендерді жаңағыдай шалқан болатын болса, енді қараңдар, ойнау тәсілі екі түрлі, иә? Алдыңғы сабақта көрдік па бәрін? Көрдік. Мынау қолбақа келіп, қолдың қимылымен жүреді екен де, мыналар не қылады екен? Таяқша. Қарындаш көреді, тілегеннің алдына тілегенің деген осы екен. Аю, мені тыңдашы, мен саған өлең айтып берейін. Атамнан да қаштым, әжемнен де қаштым, қояннан да қаштым, қасқырдан да қаштым, енді сенен де қашып кетемін. Тұмалап келе жатып, алдынан түлкі шығады. Атамнан да қаштым, әжемнен де қаштым, қояннан да қаштым, қасқырдан да қаштым, аюдан да қаштым, енді сенен де қашып кетемін. Деп өлең аяқталған кезде түлкі бауырсақты жеп қояды. Осымен қарным тойды ғой, баға. Үлкен бір шалқанды көреді. О, мына шалқанды кім еккен екен? Қой, алайын, бізге бір керегі жарар, дейді де алмақшы болады. Ары тартады, бері тартады, ал алмай қояды. Содан шал кемпір шақырмақшы болады. Кемпірім ау, келші, мына шалқанды тартысуға көмектесіп жіберші. Ой, белім-ай, не болып қалдым, мазалай бердің ғой. Тірлігім басымнан асып жатса, сен де бір шықтың ғой. Кел, қой, көмектес маған мына шалқанды тартысуға. Жарайды, көмектес берейін ал. Деп бірге тартпақшы болады. Бір тартады, екі тартады, тарта алмай құлап қалады. Кемпірім ау, баршы, қызды шақырып келші үйдегі, бізге сол көмектессін. Жарайды. Қызым-ау, қызым, бері келді қойшы. Жарайды, жүрміз. Үшеуі бірге тартпақшы болады. Бір тартады, екі тартады, тарта алмай құлап қалады. Қызым-ау, қызым, күшігімді шақыршы, ол көмектесер. Жарайды. Күшігім, жүрші, бізге көмектесін жіберші. Жарайды, бара жатыр. Содан төртеуі бірге тартпақшы болады. Бір тартады, екі тартады, тарта алмай тағы құлап қалады. Күшігім, сен барып үйдегі мысықты шақырып келші. Жарайды. Мысық, қайдасың? Шыр бізге көмектес. Ана шалқанды ала алмай жатырмыз. Ал қыздар, бізде көмектесейші кәні. Бір тартады. Екі тартады. Лап қалады. Мысық, барды тышқанды шағып келу, соның бізге көмектер. Тышқан, қайдасың? Ау, не болды мысық? Біз шалқанды тарта алмай жатырмыз. Көмек керек. Жарайды, көмектесейін. Барлығы бірге тартпақшы болады. Ал көмектесейін. Бір, екі, үш. Жуынып кетті екен? Өте жақсы қыздар. Сіз де бізге кішкене көрсетіп жібердіңіз. Содан біз сценарийді құруды білдік және де декорацияны білдік. Декорация бізге өте ұнады. Барлығымызға өйткені ағаштарымыз, жапырақтары кішкене даладан алынған көрініп тұр. Маған біз декорация, сценарий және де біз кейіпкерлерді тігуді үйрендік.
Жұмыс барысында қандай қиындықтар болды? Отыр. Келесің. Қандай қиындықтар болды сенің алдында? Жұмыс барысында бізде ешқандай қиындық болмады деуге болады. Сіз бізге көрсеттіңіз, біз интернеттен көрдік. Үйрену оңай болды. Ол саған қиыншылық болмады. Ал мен мына қызым айтып қойсыншы, қандай қиыншылық болды туралы айта ғой. Оны кесіп көру қиынырақ болды. Саған қиындау түсті, иә? Оны құрастырып едім, бірақ кеспей қалды ма? Түрі дұрыс болмай қалды. Содан кейін сені қиыншылық. Ал көлеңке театрында сіздерде қандай қиындық болды? Айта ғой, Аяна. Енді сызбасын сызу және қию қиынырақ болды. Себебі әр жерінен кесіліп кететін Видео структура. Я? Содан аудиозапись істеймін. Бар ма? Енді соны аламыз, айнаның алдына отырамыз, сөйтеміз де дауысымызды жазамыз. Кейіпкерге байланысты. Мысалы, мысықты кейіпкер мысық болды ма, кейіпкер шыққан. Шыққан дауысын салып көреміз. Кемпірді салып көреді. Мысық. Мысықтығын салып көрді. Сонымен иттігін салып көрді. Жаңа бізде қыз көріп салып көрді, иә? Енді тек салу ғана емес, оны қызықтыра білу керек енді. Көрерменді өзімізге қарай тарта білуіміз керек. Үйде отырып, дауыстарымызды жазамыз. Ұнамаса өшіріп тастаймыз. Қайтадан жазамыз. Ұнамаса қайта өшіріп қайтадан жазамыз. Көреді ма? Түсінікті. Енді топ басшылары үй тапсырма. Бәрі болса, топ басшыларына. Топ басшылар былай жасайсыңдар сендер. Енді сендердің осы қойылымдарға байланысты әуен таңдап келеміз. Мына жерде сценарий айтылып жатқан кезде жай ғана әуен музыка жібереміз. Толықтырамыз. Жарайды ма? Үй тапсырмасы түсінді болды ма? Өте жақсы. Сабақ қыздар өздеріңе ұнады ма? Ұнады ма? Ұнаған болса менің алда алғашым тұр. Қараңдаршы. Бірақ шапырау көрінбей тұр. Сіздерге ұнаса, цифр қоямыз. Егер сабағымыз ұнаса, жасылмен қоямыз. Ұнамаса, сарымен белгілейміз. Жарайды ма? Екі әділерге қоямыз сарыны да, жасылды да. Қайрат, мен қасымда келе бердім де. Мен қойып қойдым. Ұнағанымды бездей бердім. Алынбай жатыр ма? Маған бүгінгі сабақ өте қатты ұнады. Жарайды. Басқаларға үйрете аласың ба осыны? Келем. Айтып үйрете аласың ба? Өзің білгеніңді. Айта аласың ба? Маған да бүгінгі сабақ өте қатты ұнады. Келе ғой. Келе берді. Тез кетті. Келе берді. Қалдырдың бәрі келе. Жолақпа. Келе берді. Дауыстарын шығарып айтып Маған бүгінгі сабақ ұнады, бәрін жақсы істедім. Рахмет. Маған бүгінгі сабақ қатты ұнады. Маған бүгінгі сабақ қатты ұнады. Бір сөзбен қолыңызды көтеріп, ұнаған болса қол көтерейікші бәрі. Менің сұрағым бар дегенде қол көтерсінші, менің сұрағым бар деп қоятын сұрақ. Мен бүгін сабақтан түсінбедім, мен қоятын сұрағым бар дейтіндер қойыңдаршы. Жоқ па? Бәрі түсінікті ма қыздар? Мынаны үйде жасап көрсете аламыз ба? Сценарий жаза аламыз ба? Декорация құра аламыз ба? Сабақ мақсатына жеттік па? Жеттік. Ал егер жеткен болса, бізде не бар? Әніміз бар, иә? Ал, әнімізді айтып көрейікші. Бес құтын